сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағы, сабағымыздың тақырыбы бас әріппен жазылатын сөздер. Бүгін біз 33 және 34-ші сабақтарға шолу жасайтын боламыз. Сабақтың мақсаты мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу және оқығаны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. Бас әріппен жазылатын сөздерді, яғни кісі аттары, жер, су атаулары, үй жануарларына берілген атауларды анықтау. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Бүгінгі сабағымызға құрылған бағалау критерийлерімен таныс болыңдар. Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қояды, немесе оқығаны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береді. Бас әріппен жазылатын сөздерді анықтайды, біледі. Жазу жолын жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазады. Балалар, оқулығымыздың 76-шы бетіндегі бірінші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқы. Мазмұнын айт. Оқылым. Мәтіннің ішінде қандай сөздер қарамен жазылған балалар? Мұқият қараймыз. Жағы бар және жапар. Бұлар адамның есімдері. Бұл мәтінді оқи отырып, мынандай қорытынды шығаруға болады. Адамның есімдері әрдайым бас әріппен жазылады, балалар. Осыны естен шығармаймыз. Олай болса, бүгінгі бас әріппен жазылатын сөздер тақырыбына берілген бейне жазбамен таныс болыңдар. Аға, маған көмектесіп жібересіз бе? Қане, көрейік. Мына тапсырманы қалай орындаймыз? Буындардан адам аттарын құра. Дана, әр вагонында сөз жазылған пойызға қарашы. Бас әріптен басталған буынды көріп тұрсың ба? Иә, ай. Енді қалған вагондардағы буындардың әрі қайсысын осы буынмен қосып оқысаң, адамның аттары шығады. Ай бар. Айдар. Айдос. Айдын. Айқын. Мұнда буындар шашылып берілген екен. Бас әріпті буында екеу, сондықтан аздап ойлану керек. Еркін. Ермек. Нұрбек. Нұргүл. Нұрай. Ерлік. Тамаша. Сен көптеген адам аттарын құрастырдың. Олардың қалай жазылатынын байқадың ба? Иә, бас әріптен бастап жазылады екен. Аға, мен осындай бір пойызға мініп, бүкіл Қазақстанды аралағым келеді. Несі бар? Мінсек мінейік. Қане, қайда барғың келеді? Менің барлық жерге барғым келеді. Дана, картадан не байқадың? Картадағы Атырау, Жезқазған, Өскемен, Шымкент және тағы басқа қала аттары бас әріптен басталыпты. Иә, дұрыс байқадың. Барлық жер су аттары әрқашан бас әріптен бастап жазылады. Бәрінен де жайлаудағы атамызға барсақ қой, Ақтөс және Бөрібасар деген екі иті бар еді. Тайбу
шығар? Аға, ақ төс, бөрібасар, тайбұрыл бәрі де бас әріптен бастап жазыла ма? Иә, үй хайуанаттары мен жануарларының аттары да бас әріптен бастап жазылады. Балалар, енді оқулығымыздың 77-ші бетіндегі екінші жаттығуға назар аударамыз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Бұл мақалды дәптерімізге жақсылап, әдемілеп жазып, жаттап аламыз. Келесі үшінші жаттығу суреттегілерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Оқулығымыздың 78-ші бетінде. Төртінші жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз. Адам аттарының астын сіз оларға сұрақ қой. Бұл тапсырмаға құрылған дескрипторлар жаңылтпашты жатқа жазады, адам аттарын тауып астын сызады, оларға сұрақ қояды. Балалар, енді 34-ші сабаққа назар аударамыз. Бірінші жаттығу оқылым. Мәтінді мұқият оқимыз, балалар. Атам құсбегі, оның аң аулайтын бүркіті мен тазысы бар. Бүркітті қолға үйретіп, оған ақ сұңқар деп ат қойды. Мен тазыны ақ төс деп атадым. Ақ сұңқар мен ақ төс маған ұнайды. Балалар, құсбегілік спорт түріне жата ма? Қарамен берілген сөздер неліктен бас әріптен басталып тұр деп ойлайсың? Бұдан шығатын қорытынды: хайуанаттар мен үй жануарларының аттары бас әріппен бастап жазылады, балалар. Есімізден шығармаймыз. Келесі екінші жаттығу 79-ші бетке қараймыз. Жұмбақ өлеңді көшіріп жаз. Бұл тапсырмаға құрылған дескрипторлар жұмбақ өлеңді көшіріп жазады, бас әріппен жазылған сөздерді тауып түсіндіреді. Келесі үшінші жаттығу берілген әріптерден басталатын жер, су аттарын ата. Бұл тапсырманы ауызша орындаймыз. Төртінші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Бұл тапсырмаға құрылған дескрипторлар өлеңді жатқа жазады, бас әріппен жазылатын сөздерді табады. Ал балалар, сабақты жақсы түсініп болсақ, дұрыс, бұрыс ойынын ойнап көрейік. Бірінші сұрақ: кісінің аты жөні бас әріптен бастап жазылады. Бұл дұрыс па әлде бұрыс па? Ойланамыз. Келесі екінші сұрақ: үй хайуанаттары мен жануарларының аттары да кіші әріппен жазылады. Дұрыс па бұрыс па? Белгілейміз, балалар. Үшінші сұрақ: жер, су аттары кіші әріппен жазылады. Дұрыс па бұрыс па? Неліктен, балалар? Төртінші сұрақ: ақ төс, бөрібасар, тайбурыл деген жануарлардың аттары бас әріппен жазылады. Дұрыс, бұрыс екенін анықтаймыз. Бесінші сұрақ: Тараз, Семей, Шымкент сөздері әрқашан бас әріппен бастап жазылады. Бұл сұрақтың да дұрыс, бұрыс екенін анықтаймыз, балалар. Ал балалар, бүгінгі сабақтан не білдіңдер? Сабақ ұнады ма сендерге? Қандай сөздер бас әріппен жазылады екен? Бейнежазбаны тамашалап болсақ, олай болса, берілген тапсырмаларды мұқият орындаймыз, балалар. Сау болыңдар.